Сәлем баршаңызға достар, сіздермен бүгін дәл осы орешки печеньесінің рецептімен бөлісетін боламын. Бір жасағаннан өте керемет болып шығатын рецепттің бір түрі, ендеше менімен бірге жасаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды дәл осылай жарып алатын боламыз. Оның үстіне қантымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Мұнда менде 150 грамм қантымызды жақсылап араластырып алыңыздар. Ендігі кезекте осы қантымыз бен жұмыртқамыздың үстіне еріп тұрған сары майымызды құятын боламыз. Алдын ала ертіп алыңыздар, қатты ыстық болмауы қажет. Барлығын жақсылап араластырып, оның үстіне ванилинімізді салып алатын боламыз. Дәл осы қоспаларымыздың үстінен шым-шым тұзымызды салып алатын боламыз, және де міндетті түрде електен өткізілген ұнымызды салып, оның үстіне қамыр қопсытқышымызды салып барлығын жақсылап елегіштің көмегімен өткізіп алатын боламыз. Дәл осылай видеодағыдай араластыра отырып жасаңыздар. Оның үстіне қажетінше ұнымызды салып, қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр елеп алатын боламыз. Мінекей, өте жұмсақ қамырымыз дайын. Дәл осылай жақсылап елеп алыңыздар. Қамырымыздың басы біріккені дұрыс. Дәл осы қамырымызды пакетімізге салып, 10-15 минутқа тұндырып, холодильникке салып қойсаңыздар да болады. Мінекей, ал енді достар, холодильникімізде 10-15 минутта тұрған қамырымызды алып, таразымыздың көмегімен 6-7 шамасында граммда етіп, барлығын бір келкі етіп өлшеп алыңыздар. Печеньеміздің көлемі бір келкі шықсын десеңіздер, дәл осы немен жасаңыздар, 6-7 грамм етіп. Мінекей, дәл осылай домалақтап, қамырларымыздың барлығын форма жасап аламыз. Мінекей, барлығын да жасап дайындап қойдық. Енді кезекте қызып тұрған қалыбымызға осы күлшелерімізді салып пісіріп алатын боламыз. Алдын ала табаларыңызды кішкене майлап алыңыздар. Мінекей достар, барлығын дәл осы қалыпта пісіріп аламыз. Мінекей, қажет емес жерлерінің барлығын алып тастап, печеньемізді осы вареный сгущенкамен дайындадым. Дәмі өте ерекше, дайын түрі. Осымен жасап көрсеңіздер болады. Шет-шетінің бар, қажет емес жерінің барын алып тастап, форма жасап алдым. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда сіздермен керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Мұнда менің инстаграм парақшам да бар. Инстаграм парақшама да тіркелуді ұмытпаңыздар. Достар, менің печеньеларым дайын. Каналға тіркеліп, лайк, комментарий жазып ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.